танылады. Аны спортмен автоманда шештік. Бірақ ішіне ойланып отырмын, бір сөз ең соңынан айтарым деді. Мына кітап шығарып, құрдасым сол есер болып отыр. Үшер көптеген қонақтарымыз келіп отыр. Маңсұлға келеді, мама келе қойымыз ба, Маңсұлға келеді, Соня қойымыз ба. Осындай бала тәрбиелеген анамызға айтамыз. Әкең өсе де, әкеңді көрген өлмесін деген үлкен кісілеріміз келіп жатыр. Соларға мына акиматтан келіп жатқан мекеме бастықтарына көп рахметімізді, алсын уақыттарында болып келіп жатқанда осындай шаралар бар. Енді мына кітап жазғанда да айтып жатырмыз, өзім емес, осы ардагер спортшылардың ішінде жазған естеліктері бар. Жаңа Соня апайымыз айтып кеткендей көптеген адамдар енді Құдай сақтасын көріп қалды. Ауданымыздың қонақтары, мынау бірінші қазақтың жаңа жылы Наурыз құтты болсын. Иә, біздің аудан әкімі қазақтың басқа барлық кедейлерді аралап құттықтап келе жатыр еді. Сосын жаңа Сипат Манапұлдан айтқан жерде Шәкір екеуміз осында келіп қатынасып өзіміздің лебізімізді бекітіп келе жатырмыз. Мынау барлық болып жатқан басқарма құтты болсын. Аудандық мұражайдың болашағы зор. Болашақта мұражай жаңадан салынады, үлкейетін болады. Ол жөнінде біз жоғары жаққа мәселе көтердік. Бұл себептер қаржылы. Соның өзінде де бірінші орын болмаған біздің спорт жұлдыздарының аудан спортының жетістіктері, сол аудан спортының дамуына үлес қосқан азаматтарды жаңағыдай өмірдің өткендері бар, қазір басқа жаққа көшіп кеткендер бар, осында тұрып жатқандар бар. Соның бәрі фотосуреттері, спортта жетістіктерін қағаз бетінен сол фотосуреттер бірде қиын бар осы жерде өзінің орын тауып жатыр, өзінің орын тапқан екен. Құтты болсын, ұзағынан болсын. Спорт дейтін денсаулықтың кепілі. Елбасымыздың Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев айтқан жаңағы салауатты өмір салтын қалыптастыру. Соған байланысты біздің ауданда бір ашылып, бір жабылып жүрген мынау аудандық спорт бөлімі қайта құрылды. О да құтты болсын. Мына Серік Рахымбердиев дейтін азамат соның тізгінін ұстап отыр. Бұл деген сөз енді аудандағы спорттың дамуына өзіндік үлесін қосады деген сөз. Ал енді мынау Галимов кімге Нұрсипат Манапұлына көп рахмет. Өте бір тынымсыз адам екен. Өте дұрыс. Ал билет береді, шақырады, еще сообщение береді. Мәке ертең сағат 11-де. Енді қалай келмейсіз? Ананы көріп тұрып келмей ол азаматтыққа сын. Сондықтан да сізге Нұрсипат сізге рахмет. Ауданның халқы атынан рахмет. Көп рахмет сізге. Осылай ізденіп, жаңағыдай ардагерлерді ұмытпау керек. Жастарға жеткізу керек, үйрету керек. Денсаулық жас спортпен айналысқан жастар ертең отан қорғау жеңіл болады. Айтып жатырмын, әскерге жастарымыз жарамсыз, әлжуаз дейді. Неліктен? Ол жаңағы спортпен айналыспағанның десін. Бәрінен азаннан кешке дейін компьютерде отырады. Бұрын ондай болмайтын еді. Бұрын қазір қараңызшы. 70-80 жылдары көшеде жазда футбол, қыста хоккей ойнайтын еді. Қазір Қамыскөлді қараңыздар, ешкім хоккей ойнамайды. Коньки жарыс дейтін жоқ, шаңғын айтпай-ақ қояйық. Ал бұл не? Футбол енді мини-футбол ұлғасын бар. Осының өзі жаңағыдай спорттың ауданда жаңағыдай дұрыс дамымай жатқанның көрінісі. Сіздер бар кезде спорт қатты дамып еді. Енді шүкір Қазақстанның басқа облыстарында спорт дамып жатыр. Сондықтан да біз олимпиадада қола медальдар қол жеткіздік күнге шейін. Жазғы олимпиадада көптеген 12-ші орын алдық командалық есепте. Мен былтыр октябрьде іссапармен Өскемен қаласында болғанымда кілең орыстар екен спортшылар. Художественный гимнастика болсын. Бір-екі қазақ әрең көрдім. Неліктен фигурный катание сұрасам айтады, себебі тренер айтады фигурный катание. Қазақтар 7-6 тренировка әкелмейді балаларын дейді. Орыстар прям қалмайды. Тренировкадан қалмайды дейді. Соңғы кезде фигурный катанияда басқа өз ұлттың өкілдері шаңғыдан бірінші болып тұрған себебі сол. Яғни балаларымызды, немерелерімізді спортта қалдырмайды. Тренировка, спорт, жарыс болсын.